Қайырлы күн, құрметті Шымкент қалалық жасөспірімдер кітапханасының оқырмандары. Бүгін жүректен қосайық айдары аясында ұлттық рух, тарих, таным атты кезекті шығарылымызды бастаймыз. Бүгінгі біздің қонағымыз Есбол Сенбекұлы Асылбеков, тарихшы, магистр. Қош келдіңіз, Есбол Сенбекұлы. Есбол Сенбекұлы Түркістан облысы Шардара ауданы Көксу ауылының тумасы. Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінің әлем тарихы мамандығы бойынша жоғары білім алған. Ең алдымен еңбек жолын ауылдық мектептен бастаған Есбол Сенбекұлы университет, колледждерде оқытушы, кафедра меңгерушісі, орта мектепте декандық қызметтер атқарған. Бүгінде Чехов атындағы номер 21 жалпы орта мектепте ұстаздық қызмет етуде, білім беру ісінің үздігі және бірнеше төсбелгінің иегері. 2018-2019 жылдың үздік 100 тарихшысы республикалық байқауының жеңімпазы, тарихшы, магистр. Енді әңгімемізді Алаштың ұлы тұлғасы Мұстафа Шоқайдың ұлттық рухсыз ұлт тәуелсіздігі болмайды деген тәмсілінен бастаса. Ең алдымен осы ұлттық рухты қалай түсінеміз? Бүгінгі қоғамға, бүгінгі жаңа заманға сай осы ұлттық рух, ұлттық идеология деген мәселелер қалай зерделеніп таразылауда? Міне әңгімемізді осыдан бастасақ. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? Түркістан облысы жасөспірімдер кітапханасының ұжымы, сәлеметсіздер ме? Facebook, Instagram желілерінің қолданушылары. Сіздің мына бүгінгі қозғап отқан тақырыбымыз өте ауқымды үлкен, ұлттық рух, тарих, таным тақырыбы. Бұл жерде ұлттық рух, тарихи таным, ұлттық сана деген ұғымдардың барлығы осы тарихқа келіп тіреледі. Тарихын жақсы білген, өткен ата бабасының еңбектерін жақсы біліп оқыған азамат ұлттық рух та қалыптасады, ұлттық сана да қалыптасады, тарихи танымы да қалыптасады. Сондықтан біз тек қана мына оқу орындарында емес, үйде, отбасында да осы бала тәрбиесінде де өткен тарихымызды, өткенімізді, тарихи оқиғаларды, аңыздарды, шежірелерді айтып отырсақ, бұл біздің жаңағы ең үлкен жетістігіміз болып табылады. Қазақ қарға тамырлы қазақ деп айтамыз. Сол қарға тамырлы екендігін әрбір балаға, әрбір азаматқа түсіндіріп отырған әр ауылда шежірешілер болған. Сондықтан да біздің мынау кешегі патша үкіметінің отарлық саясаты, кеңес үкіметінің 70 жылдық жаңа соның қол астында болған кезімізде біз осы бір негізімізден ажырап қалдық. Ал енді 20 ғасырдың басында осы қазақтың тәуелсіз ел болуына және қазақтың басқа елдердің қарамағында ота ел болып, жер бетінен жойылып, жұтылып кетпеуінің жолында күрескен алаш зиялылар. Бұл алаш зиялылармен біз осы тәуелсіздік алғаннан кейін олардың мұрасымен танысып, біздің халқымыздың қазынасын осы алаш зиялылардың еңбектері толтырды деп айтсақ қателеспейміз. Міне, бұлар осы жаңа біз айтып отқан ұлттық рухты қалыптастыру, ұлттық сананы қалыптастыру үшін алдымен бізге тәуелсіз мемлекет керек екенін, тәуелсіз мемлекет бостандықтың
азаттықтың символы екенін түсінді. Міне сондықтан да зиялы қауым өкілдері осы тәуелсіз мемлекет құру жолында жұмыс істеді. Бірақ өкінішке орай сол кездегі тарихи жағдайларға байланысты олардың арман мақсаты іске аспай қалды. Ал енді мынау тарихта осы алаш зиялылары 20 ғасырдың басындағы реформаторлар, Алашорда үкіметінің қайраткерлері ретінде тарихта қалды, Қазақстан тарихында. Сонда бұл зиялылар тәуелсіз мемлекет құру үшін, жаңағы басқа елге отары болмау үшін не істеуіміз керек дейді. Міне тәуелсіз болуымыз үшін не істеуіміз керек дейді. Сонда олардың айтқаны, біріншіден, мынау артта қалған көп елден артта қалған қазақ сияқты ел алға басу керек. Және білімді болу керек, бай болу керек. Ал білімді болу үшін оқу керек, бай болу үшін кәсіп керек деді. Күшті болу керек. Күшті болу үшін міндетті түрде бірлік керек. Міне осылардың барлығы болған кезде біз ешкімге жалтақтап қарамайтын, ешкімнің басындырмайтын мемлекет боламыз деп осындай не алды. Ал енді қазақ зиялыларының бұндай азаттық ойы, тәуелсіздік жөніндегі жасаған еңбектерімен осы егемендік алғаннан кейін біз таныс болып жатырмыз. Әлде де көбісімен біле бермейміз. Тек қана бір ат төбеліндей тарихшылар болмаса, қарапайым халыққа мүлдем таныс емес есімдер де бар. Міне соның барлығын қазіргі таңда танытсақ, соның барлығын халық білсе, осы алаш зиялыларын, сонда біздің ұлттық рухымыз қалыптасады деген ойдамын. Жақсы, Есбол Сембекұлы, Ахмет Байтұрсынов айтады ғой. Қазақтар басқа елдермен мәдениеті теңелген кезде олар қыңсылатуын қояды дейді. Сондай ұлағатты сөз қалдырған екен. Өте дұрыс, жақсы түрткі болатын ой айтып отырсыз. Келесі сұрағымызды осы алаш тұлғаларымен сабақтас, мынау ұлы тарих көшіне көшіп жіберсек, қазақ мемлекетінің тамыры әрине тереңде жатқанын байқаймыз. Ежелгі сақ дәуірінен бастап тарих 6-8 ғасырдағы ұлы түрік қағанаты, бері келе Алтын Орда, Ақ Орда, соның негізінде құрылған Қазақ Ордасы бізде сондай мықты мемлекеттер болған. Одан кейін таза қазақ мемлекеті, қазақ халқының негізін қалаған, қазақ хандығының негізін қалаған, Керей, Жәнібек хандар іргесін қалаған біздің қазақ мемлекетінің бастауы болды деуге болады. Сол мемлекетті басқарған қазақ хандары Қасым хан, Есім хан, Абылай хан, ең соңында 10 жыл бойы тәуелсіздік үшін күрескен Кенесары ханды және қазақтың атақты билерін, батырларын бәрін білеміз тарихтан. Міне бүгінгі қазақ мемлекеті десек, олардың қосқан үлесі, қазақ территориясының шекарасын сақтауға олардың үлесі мықты болған. Енді беріге келсек, тәуелсіздік үшін күрес 20 ғасыр басында әрине алаш тұлғаларының, алаш партиясының идеясымен жалғасын тапты дейміз. Оның көшбасында Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, Жүсіпбек Аймауытұлы, Мағжан Жұмабаев секілді ұлы тұлғалар тұратыны анық. Олардың бар мүддесі жеке мүдде емес, ұлттық мүдде болды. Оян қазақ деп, сол кезеңдегі қазақ халқын үлкен рухпенен олар серпілте білді. Бірақ өкінішке орай сол мемлекеттік мүдде жолында өздері құрбан болды. Енді әрине бүгінгі қазақ тарихы осы мәселелерді бүгінгі ұрпаққа танытуда қалай зерттелуде деген сұрақ біздің көкейімізде тұр. Және тарихшы маман ретінде осыған сіздің көзқарасыңыз. Осы жайында кішкене мағлұмат бере кетсеңіз. Жаңа өзіңіз айтып өткен сонау сақ заманынан
бастап одан берде түрік қағандығы, одан берде Шыңғыс хан құрған империясы және одан бердегі мынау Алаш, Алтын Орда, одан Қазақ хандығы, жаңа өзіңіз айтып отырсыз, хандық билік жойылып, содан кейін мынау алаш автономиясы тәуелсіздік жолында және ұлт азаттық көтерілістер, міне бұлардың барлығы уақытысында дұрыс бағасын ала алмады. Ұлт азаттық көтерілістер бүлікшілер деді, алаш зиялыларына әртүрлі халық жауы деді, басқа деді, яғни дұрыс бағасын алған жоқ. Енді жаңа айтып өттік, қазіргі таңда мынау тәуелсіздік алғаннан кейін бұлар дұрыс бағасын алып бағаланып жатыр. Енді бұл жаңағы алаш қайраткерлерінің Оян қазақ, Байтұрсыновтың Масасы, бұлардың барлығы осы халықтың сана сезімінің өткенін еске түсіру үшін, кім болғандығын, қайда бара жатқандығын еске түсіру үшін және соған халықты бағыттау үшін осындай өлеңдер жазды. Бұл өлеңдер бұндай Оян қазақ, Маса сияқты басқа да алаш қайраткерлері де көбірек осы халықтың сол кездегі аласапыран кезеңдегі халықты бір неге мақсатқа біріктіретін, бір көшбасшының соңынан еру қажет екендігін айтып, осындай жаңағы өз еңбектерінде, өз шығармашылықтарында осылай үндейді. Ал енді біз қазақ тарихын оқытуда нені ұмытып жатырмыз қазіргі таңда? Қазақ тарихын ұмытуда, оқытуда біз жаңа жоғарыда айтып өттік, алаш қайраткерлерін де әлі көбірек танытуымыз керек деді. Және меніңше қазақ тарихына қазіргі таңда бір жаңаша көзқарас керек. Себебі қазір мектеп оқулықтарындағы Қазақстан тарихы оқулықтарын көрсеңіздер, оқып таныссаңыздар, ол мүлде бір шолақ, келте, тіпті қазақ тарихын танытуға қауқарсыз оқулықтар деп айтайын. Сондықтан қазіргі таңда мынау мектеп саласында оқулық деген жай бір ресурс, оған солай қарау керек. Ізденетін оқушы басқа да жаңағы дерек көздерден ізденеді, интернет бар, ғаламтор басқасы бар, мұғалімде солай оқулыққа байланып қалмау, ол дұрыс. Бірақ ол жоғарғы сынып оқушыларына солай деп айтсақ болады. Ал мынау төменгі 5-6 сынып оқушылары ол міндетті түрде сол оқулықтан оқып, соны мектепке арқалап әкеледі, үйіне арқалап алып кетеді, үйінде содан оқиды. Кітаптан біреулердің үйінде ғаламтор желісі жоқ, нашар ұстайды, оған қаражаты жетпейді деген сияқты. Тіпті мынау телефон, ұялы байланыс телефоны жоқ, сондықтан тек оқулықпен ғана шектеледі. Сол үшін осы мәселені дұрыстап кейіннен талқылау керек сияқты. Жаңадан жазып, жаңа мынау қазіргі таңдағы қазақ тарихына мүлдем бір жаңа серпін беретін, мүлдем бір бетбұрыс жасайтын дүниелерді, оқулыққа енбеген дүниелерді соны енгізіп, халықтың, жастардың, жас ұрпақтың рухын оятатындай болу керек. Мына алаш қайраткері Халел Досмағамбеттің сөзі бар. Ит айнаға қарап өзін-өзі танымай үргеніндей, тарихын білмеген халықта осындай болады дейді. Ұқсап, айнаға қарап өз-өзімізді танымай отырғанымыз дұрыс емес. Жаңа жоғарыда айтып өткен халықтың рухы, танымы, санасы, ұлттық санасы барлығы осы тарихқа байланысты. Тарих ұлттың әкесі дейді. Анасы тіл дейді. Тарихын, тілін білмеген ұлт өз тұғырындағы ұлт емес. Ол жойылуға бет алған ұлт.
қарапайым мынау жаңағы көршілік орталарда осы тарихи мәселелер көбірек талқыланса, және академиялық тілде емес, қарапайым баланың оқушының жүрегіне тікелей жететіндей ауызекі тілде, қарапайым тілде түсіндірілсе, өте бір жақсы уақыт болатын мәселе. Жақсы, мынау келесі сұрағымыз қазақ тарихын оқытуда қандай өзекті мәселелер бар дегенге жауап беріп қойдыңыз-ау деймін. Ахмет Байтұрсыновқа оралсақ та, біздің заманымыз өткен заманның баласы, келер заманның атасы деген екен. Әрине біздің қазақ тарихы қаншама қуғын-сүргінді басынан өткерді. 18 ғасырдың өзімен есептесек, 3 ғасыр бойына, яғни тәуелсіздік алған 91 жылға дейін бізде орыстар тарапынан миссионерлік саясат жүрді. Ол әрине діннен ажырату, тілден ажырату, сөйтіп ең соңында мәңгілік құлдықта ұстау болатын. Міне осыны мықты ұлы абай танушы ғалым деуімізге болады. Бүгінде көз тірі Мекемтас Мырзахметов деген ғалым қазақтар қалай орыстандырды деп аталатын еңбегі бар. Мына құрметті оқырмандар, соны оқысаңыздар, міне осының барлығы егжей-тегжейлі сол еңбектің ішінде деректермен, мәліметтермен жазған. Міне соны оқуға шақырамыз. Енді мынау қазақ әдебиетінің тарихына келсек, әрине тарих пен әдебиетті егіздейміз. Тарихты білмей біз әдебиетті ешқашан түсіне алмаймыз, тереңдете. Екеуі қашанда бірге болған. Міне сол қазақ әдебиетінің тарихында әдебиетші ғалым бүгінде өмірден өтіп кетті, өкінішке орай. Рымғали Нұрғалиев академик ғалым болған. Соның мынандай бір жаңа қазақ әдебиет тарихына жаңа термин әкелген болатын. Ол алаш ұранды әдебиет деп аталады. 20 ғасыр бас кезеңдегі ояну дәуіріндегі Ахмет Байтұрсынов бастаған ұлы тұлғаларды тұтастай алаш ұранды әдебиет деген атаумен енгізді. Міне сондай еңбек жазғанда болатын. Әрине оның көшбасында Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатұлы, Жүсіпбек Аймауытов, Мағжан Жұмабаев сынды тұлғалар тұрды. Не сол көшке біздің бүгінде мерейтойлары аталып өтіп жатқан атақты Абайдың немере інісі Шәкәрім Құдайбердіұлы, ақын, философ, тарихшы, шежіресі дейміз. Сонымен Мәшһүр Жүсіп, атақты фольклорист ғалым, әрі ақын, әулие кісі деуге де болады. Мәшһүр Жүсіп пен Шәкәрім Құдайбердіұлының биыл 165 жыл туғанына. Не кеше ғана жаңалықты көретін болсаңыздар, Павлодар өңірінде, Баянауыл өңірінде Мәшһүр Жүсіптің 165 жылдық мерейтойы республика көлемінде аталып өтіп жатыр. Ендеше осы қазақ әдебиет тарихынан және қазақ тарихынан осы оқымысты зиялы тұлғалардың алар орны қандай, рөлі қандай? Яғни қазақ қалай отарланды? Бірінші қазақ территориялық отарланды. Яғни 1822 жылы алдымен орта жүз, одан кейін 24 жылы кіші жүзде жалғасын тапты. Сперанский деген граф Сібір қазақтары туралы жарғысын шығарды. Бұл жарғы бойынша хандық билік жойылды орта жүзде. 1781 жылы Абылай хан қайтыс болғаннан кейін Уәли ханның қатыгездігі халыққа өте батты. Сондықтан патша үкіметі 1815 жылы Бөкейді хан сайлады. Бірақ ол 2 жылдан кейін 1817-де қайтыс болды. Уәли хан 19-да қайтыс болды. Осының артынша жаңағы әкімшілік реформа қабылданды орта жүзде. Себебі Ресей империясы бұдан кейін хан сайлауы қажет деп таппады. Міне осыдан біз басқару формасынан айырылдық. Өз-өзіміздің басқару формасынан айырылып, таза орта елге айналдық. Өзіміз тәуелді болдық. Міне осылайша бірінші орта жүз Сібір қырғыздар туралы жарғы бойынша жаңағы аға уездерге, болыстарға, уездерді аға сұлтандар басқарды деген сияқты бөлінді. Бұл жалғасын
кіші жүздер тапты, кіші жүздер омбы қыздарды қабылдады. Міне осылайша орта жүз батыстығы губернаторлығына, кіші жүз омбы губернаторлығына қарады. Бұл кезде Қазақстанның оңтүстігі Қоқан хандық, Хиуа хандық деген сияқты Орта Азиялық хандықтардың қол астында болды. Бұл отарлану, территория отарлану 1867 жылы, 68 жылы әкімшілік реформада өз көрінісін тапты. 67 жылы Түркістан генерал-губернаторлығы құрылды, орталық Ташкент болды. Бұл жерде жаңа қазақтың оңтүстігі Сырдария, Жетісу облыстары соның құрамына кірді. Ал 68-де бағана жоғарыда айтқан омбы генерал-губернаторлығының батыстығы генерал-губернаторлығы біріктіріліп, дала генерал-губернаторлығы. Міне осылайша қазақ территориясы толығымен Ресей империясының меншігі болып саналды. Ал енді жаңағы тілдің, діліміздің, яғни рухани және мынау тарихымыздың отарлануы, өткеніміздің ұмыттырылуы, бұл енді мына жаңағы Меккет Ахметовтің Ильинский мен Байтұрсыновтың не қандай мәселе байланысты. Осыған келетін болсақ, 1859 жылы омбы шекаралық комиссиясының бастығы Григорьевтің отбасында Ильинский мен Алтынсарин танысады. 1859 жылы. Ал сіздер ойлауларыңыз мүмкін, ол Григорьевтің үйінде Алтынсарин алып жүр деген сияқты. Сұрақ туындайды. Бұл Алтынсарин өз атасы Балғожа бидің іс-басқарушысы болады. Сөйтіп жүріп Григорьевтің көзіне түсіп, Григорьев оның өз кеңсесіне қызметке алады. Сол жерде бұл жаңағы Ильинскиймен танысады. Ильинский деген кім? Ильинский деген 1822 жылы Пенза облысынан дүниеге келген, Қазан духовный академиясын бітірген, миссионер, педагог. Бұл кісі Алтынсарин сияқты жас, жігерлі, білімді азаматтардың қолымен мына қазақ балаларын шоқындыру үшін жаңа мектеп ашу мақсатында осы Алтынсаринді пайдаланғысы келді. Және мынау кешеге дейін мына кириллица өзіміздің Алтынсариннің жасаған әліппесі негізгі түрі осы Ильинскийлердің бастамасымен құрылған. Мынау жаңағы орыстың жаңағы шоқындыру миссионерлерін осы мақсатта олар жаңа діни кітаптарды қазақ тіліне аудару керек, қазаққа түсінікті тілге, алфавитке аудару керек. Міне осылайша 1870 жылдары мынау Ефимов Амаловтың баспаханасында 307 кітап қазақшаға аударылған екен. Оның 288-і діни кітаптар. Жаңағы Верховный Завет дейді, жаңағы басқа Божий Завет дейді. Осылайша жаңағы православиялық діннің шоқындыру діни кітаптары. Және Ильинский мынау бірінші Петрдің кезінде құрылған Синод ұйымының мүшесі болады. Синод деген ұйым бұл православиялық дін өкілдерінің жоғары орны болып саналады. Яғни миссионерлік мақсатта құрылған. Міне осылайша Ильинский мынау қазаққа өздеріне түсінікті тілде жаңа өзінің діни уағыздан айтқысы келеді. Сондықтан ол бірінші қазақ тілін меңгеру керек ол үшін. Сөйтіп Григорьевтің іс-қағаздарының арасынан іздеп соны оқи бастайды. Сонда Григорьев айтады: сен егер қазақ тілін үйренгің келсе, қазақ тілінің арасына бар. Бұл қағаздардан сен қазақ тілін үйрене алмайсың. Деп сол Григорьевтің ақылымен қазақтардың арасына барып, сол жерде Марабай жыраудың ертағын жырын Ильинский жазды ғой. Сөйтіп оны кітап қылып басып шығарды. Енді өзіңіз ойлап қараңыз, қазақ тілін жоюды өзіне мақсат қылған миссионер қазақ тіліне деген қызығушылық артып, ертағын жыраудың баспадан басып шығарды. Бұған Алтынсарин өте қуанады. Бұның артынша ол өзінің Қобыланды батыр және Тайбурыл деген еңбегін шығарды. Сөйтіп жаңа Ильинский және Катаинский деген миссионерлер осы Қазақстанда ашылған, жаңадан ашылған сауат ашу мектептерінде
білім бағдарламасына 1862 жылы осы өздерінің діни уағыздарын, діни кітаптарды енгізіп қойған. Оны 3 кезеңмен оқытатын қылып енгізіп қойған. Міне осылайша 1873 жылы Қазан қаласына қазақ әліппесін жасау үшін 2 адам шақырылады. Біреуі Орал облысынан Болыс Ержан Шолақов және Еминскийдің ұсынуымен Торғай облысынан Ыбырай Алтынсарин шақырылады. Екеуі орыс тілін жақсы меңгерген азамат ретінде болашақ қазақ әліппесін жасау ретінде шақырылады. Міне біздің қазір қолданыста жүрген мына кириллица әліппеміздің түбі, бұл миссионерлердің мақсатымен қазаққа өздерінің діни кітаптарын шоқындыру мақсатында соларды өз тілінде түсіндіру үшін сол әліппені жасауға олар мүдделі болған. Және тағы айта кетерлік мәселе бұл жерде мынау қазақтың арасында жүріп Ильминский сол кездегі біздің қолданыста жүрген араб әліпбиі қазақтың дауысты дыбыстарын толық бере алмайтындығын түсінген. Сол арабша жазуда, біздің жазуымызда татардың иісі шығып тұр дейді өз сөзінде. Бұл қазақтың мынау сөздігіндегі дауысты дыбыстарды толық бере алмайды деп, бұл жаңадан әліппе жасау керек деп, бұл әліппе басында Ильминскийдің әліппесі ретінде басы солай болған. Ильминскийдің еңбегінің өзі де басында солай айтылады. Ильминский алфавиті деп, алфавит Ильминского деп. Міне бұл мәселе енді Алтынсариннің назарына алды. Неге Алтынсарин бар болады? Алтынсаринға да керегі сол. Осы Ильминскийлерді пайдаланып, мектеп ашып, және ол жерде діни кітаптар емес, өзіміздің қазақтың тарихын, математикасын, физикасын, химиясын оқыту керек. Мына жәдікшілік деген хабарларыңыз болу керек, яғни медреселерде тек қана діни оқуларды емес, жаратылыстану пәндерінде оқыту. Бұл Исмаил Гаспаринскийдің бастамасымен болды тарихта. Ал енді осы Исмаил Гаспаринскийдің қолында әрдайым Ыбырай Алтынсариннің мұсылмандық тұтпасы деген еңбегі бар. Мұсылман тұтпасын қалай шығады? Ыбырай Алтынсарин өз христомиясының бірінші бөлімін жазып біткен кезде осы бір Ильминскийлердің, Катаринскийлердің миссионерлік бағытта қазақ балаларын оқыту мақсатын байқап, соған қарсы мұсылмандық тұтпасы деген еңбек жазады. Бұл еңбекте Алланың ақ жолы және ұлттық мәселелер, ұлттық тәрбие, қазақтың түбінің қайдан шыққандығы, яғни осы мәселелердің барлығы осы мұсылмандық тұтпасында жазылады. Міне енді Ильминскийде осы мұсылмандық тұтпасы кітабы шыққаннан кейін Алтынсариннің мақсатының мүлде бөлек екендігін көріп, оны қудалай бастайды. Алтынсарин Орынбор шекаралық комиссиясына тергеуге болады, және қудаланады. Тіпті Алтынсаринді аста ұрып кеткен кезде болады. Бірақ бұл енді өмірінің соңына қарай, ол кезде Алтынсариннің денсаулығы нашар, сол кезде болатын. Бірақ Алтынсарин өзі қаза болардың алдында пәленбай жылдан бері дос болып жүрген орыс достарым менің жаназама кірмесін дейді. Маған 99 молда кірсін дейді. Міне осының өзі Ғаббас Тоғжановтың айтуында біз бұл осы сөзін түсінбедік, осы әрекетін мүмкін алдағы уақытта түсіне жатармыз. Яғни ол Алтынсарин бұл жаназама орыс қаншама жылдан бері араласып келе жатқан орыс достарын кірмесін деуі, бұл сол орыс достарының түбі миссионерлік, отарлық пікірін білгендіктен айтып отыр деп солай тұжырым жасайды. Жақсы, Есбол мырза, өте жақсы мағлұматтар бердіңіз мына оқырмандарға. Шын мәнінде біз тереңінен ары білмейміз ғой. Мынау жаңағы кириллицаның қалай келуі тарихынан жақсы мағлұмат алдық деп ойлаймыз. Мемлекет Мырзахметовтың шын мәнінде
Ильинский мен Ыбырай Алтынсарин деген кезінде баспасөз бетінде де шықты осы мақаласы. Онда керемет архив деректерін алып отырып, шын мәнінде жаңағы қайта миссионерлік арнайы патша үкіметінің тапсырысыменен келген, ешқандай арада достық байланыс болмағанын оқысақ көзіміз жетеді. Себебі Ильинский патша үкіметіне үнемі жасырын хат беріп отырған екен. Онда мен қазақ арасынан жаңағы кириллицаны енгізетін өте сауатты адам, оқымысты адам таптым. Ол Ыбырай Алтынсарин деген өте құпия түрде жіберген хатты соны архивтен алып тұрып, Бекемтас Мырзахметов осы жаңағы қазақтар қалай орыстандырды, немесе Ильинский мен Ыбырай Алтынсарин деген мақаласында бергенін білеміз. Осындай деректер бар, рас. Міне Есбол Сенбекұлы осыны үлкен тереңдетіп біздерге мағлұматтар беріп отырмыз. Енді айтайын дегеніміз жаңағы мерейтой, бүгінгі 165 жылдық мерейтойы тойланып жатқан Шәкәрім мен Мәшһүр Жүсіп жайында тағы да қызықты мағлұматтарыңыз болса бере отырсаңыз қосымша. Жылда дүниеге келген Төліп Молдас 1858 жылы дүниеге келген. Мәшһүр Жүсіп Баянауылда, Шәкәрім Шыңғыстауда дүниеге келген. Және бұл екі тұлғаның құрдас болуымен қатар, бұл кісілердің мынау тарихи еңбектері де қатты байланысты. Шәкәрімнің түрік қырғыз қазақтан қандай шежіресін және Мәшһүр Жүсіптің қазақ шежіресі, бұл екі тарихшының арасындағы сыни пікірлер туындауына алып келеді. Бірақ бұл сыни пікір бір жақты. Мәшһүр Жүсіптің Шәкәрімнің шежіресіне айтқан сын пікірлері бар. Бірақ ол сын пікірлер Шәкәрімге жетті ма? Сол бір алмағайып заманда жетпеді ма? Жетсе де Шәкәрім жауап берген болуы мүмкін. Жауап берсе де ол бізге жетпеуі мүмкін. Сондықтан біз Шәкәрімнің шежіресіне Мәшһүр Жүсіптің айтқан сыни пікірлеріне тоқталып өтсек. Біріншіден, Мәшһүр Жүсіп Шәкәрімнің шежіресіндегі тобықты шежіресіне сын айтады. Тобықты атауына келіспейтінін білдіреді. Тобықтың толық шежіресі осы Шәкәрім шежіресінде көрініс табады. Бұл жерде Мәшһүр Жүсіптің айтуынша Шәкәрім өзінің туыстарын, өңкей жамандарын жаза берген. Құнанбайдың абайы жолбас болып шыққанда онымен қатарласып шапқан жігітектің базаралысы, Құлыншақ, Шопан неге айтылмайды? Байлығымен аты шыққан Оразалы неге айтылмайды? Деген сияқты пікірлерді айтады. Және тобықты атауымен келіспейді. Тобықты деген атауды Шәкәрім арабтың тауфиқ сөзімен байланыстырады. Мәшһүр Жүсіп тобықты атауы ол ислам қазақ жеріне келгенге дейінгі мынау Оғыз Қыпшақ заманымен байланыстырады тобықты атауы. Міне осы кезде мынау жаугершілік заманда бір боз бие мінген, семіз боз бие мінген әйел жігітті өзі қазақ ауылдарына келіп балгерлікпен айналысты дейді. Сонда осы бір аңызда Мәшһүр Жүсіп сол әйелден туылған бала, елетан бала, бұл аңыздың өзі солай айтады, елетан бала. Сол елетан бала өте бір зерек алғы бала, соған орта жүздің төрт ағасы Қыпшақ, Найман, Керей, Арғын таласады дейді. Сонда кімнің аты бірінші бәйгеден келсе, сол алсын дейді. Содан Арғынның аты, Ақтоғық деген аты бірінші келеді. Сөйтіп, бұл аты Тобықты болды дейді. Және Тобықтының ұланы Маябоз болды дейді. Себебі жаңағы келген балгер әйелді, әр ауылдарында балгер ауылды балалы келе жатқанда Маябоз келе жатыр деп айтады екен. Содан Тобықтың ұланы Маябоз болды. Осы аңыздың негізінде Тобықты атаудың шығуын осылай түсіндіреді Мәшһүр Жүсіп. Тағы бір Мәшһүр Жүсіптің Шәкәрім шежіресінде келіспейтін тұсы,
мынау Есім хан мен Тұрсын хан кезіндегі. Яғни Есім ханның Тұрсын ханды өлтіргеннен кейінгі оның екі қызы, бір қызы Айбикені өз алып, екінші қызы Нұрбикені Шақшақ батырға берді дейді. Шәкәрім шежіресінде, Шәкәрім шежіресінде. Ал үшінші қызы Қоңырбикені Тобықтының батыры Сары батыр алды дейді. Міне осы тұспен Мәшһүр Жүсіп келісті. Тобықты батыры Сары бұл Тұрсын ханның қызы емес, соның маңайындағы қызмет етуші 40 қыздың біреуін алуы мүмкін, бірақ Тұрсын ханның қызы емес деп, бұл мәселе жөнінде Шәкәріммен келіспейтін. Және мынау тағы да келіспейтін жері Қазақ хандығының құрылуы. Шайбани ұрпақтары мен Орда еженнің ұрпақтарының арасындағы келіспеушілік. Яғни Шайбани ұрпағы Әбілқайырдан Орда ежен ұрпағы Керей мен Жәнібектің бөлініп шығуына бір себеп болған Арғы мен Қыпшақтың арасындағы дау Ақжол биді Қобыланды батырдың өлтіруі деп Шәкәрім келтіреді. Бірақ Мәшһүр Жүсіптің айтуында қазақ Арғынның арғы бергі тарихында ондай Ақжол би деген адам болмаған. Және мынау сол жердегі Қазтуғанмен айтысатын Қодан Тайшы деген атау кісіде болмаған. Содан кейін мына Қобыланды батырды, бұл Қобыланды батырды ханға бағындырып қойған. Ол Қобыланды батыр ол ханға мүлдем бағынбайтын, өз алдына тәуелсіз сондай батыр дейді. Және ол Қобыланды батырды ол кезеңде емес, Қобыланды батырды сонау ардан сол жаңағы Оғыз Қыпшақ кезеңінен іздеу керек Қобыланды батыр. Бұл жерде Қобыланды батырды қолдану мүлдем орынсыз дейді. Бірақ енді Шәкәрім осы екі Ақжол би мен Қобыландының арасындағы жанжалды айту себебі біздің ойымызша мынау сол кездегі Қыпшақтар үлкен тайпа, мынау жаңағы Ертіс жоғары жағын бойлай қоныстанған және Алтай төменгі жағын қоныстанған Арғын тайпасы екеуінің арасындағы ұзақ жылдарға созылып келе жатқан текетіресті, соның арасындағы бітпей келе жатқан жанжалды айтқысы келген сияқты. Осыны айту арқылы. Және мынау Шәкәрім мен Мәшһүр Жүсіптің Шәкәрім шежіресіндегі Қалқаман мамы поэмасына да өзінің келіспеушілігін білдіреді. Қалқаман мамы поэмасы өлең жыр түрінде шыққандықтан халық арасына тез тарап, халықтың жастарға деген аяушылығын туғызды. Яғни бұларға шығарылған шешімнің дұрыс еместігін айта бастады. Міне осы кезде Мәшһүр Жүсіп айтады бұны, бұларға берілген шешім дұрыс. Оған аяусыздық танытудың қажеті жоқ. Яғни бұл Қалқаман мен мамы қазақтың бұрыннан келе жатқан екі заңын бұзып қосылып отырғандықтан бұларға берілген шешімнің әділ екендігін айтады Мәшһүр Жүсіп. Міне осылайша Мәшһүр Жүсіптің Шәкәрім шежіресімен келіспейтін бірнеше тұстары бар. Және бұл екеуі құрдас болумен қатар бір жылда дүниеден өткен. Мынау 1931 жылы Баянауылда атақты Мұсаның Шорманның ұрпақтары ас береді. Міне бұл асқа Шыңғыстаудан Шәкәрім келеді. 4 күн сол жерде екеуі бірге болады. Пікір алмасады, сұхбаттасады. Міне осы жерде Шәкәрім Мәшһүр Жүсіпке сұрақ қояды. Бұл заман қандай заман дейді? Өздеріңіз 31 жылы кеңес үкіметінің нағыз қылышына қан тамып тұрған кезі. Сонда Мәшһүр Жүсіп, бұл заман құдайсыздардың заманы. Бұрын құдайға сенген құстай ұшса, қазір құдайға сенген мұрттай ұшады. Енді 4 күн екеуі бірге болып Мәшһүр Жүсіптің қайтарында, Шәкәрімнің елге қайтарында қоштасарда Мәшһүр Жүсіп айтады, дүние алма кезек дейді. 1 жылда дүниеге келген төледік, енді 1 жылда кетуіміз керек дейді.
Біріміздің ажалымыз Алладан, біріміздің ажалымыз адамнан болады дейді. Тура Мәшһүр Жүсіптің айтқанындай, шәкәрім 1931 жылы сол жылы күзде 2 қазанда Абдылқасаттың НКВД-дің жендеттерінің қолынан қаза тауып, ал Мәшһүр Жүсіп сол 1931 жылы қараша айының 27-сінде өз ажалынан қайтыс болады. Міне бұл Мәшһүр Жүсіп пен шәкәрім арасындағы байланыс өте үлкен және өте терең. Жақсы, Есбол Сембекұлы, біздің оқырмандар жақсы тарихи жағынан мағлұматтар алып отыр деп ойлаймыз. Қосымша айта кетейік, қазіргі әңгіме болған бұл шәкәрімнің қазақ хандар һәм шежіресі, түріктер шежіресі, қырғыздар шежіресі, хандар шежіресі деген еңбегі бойынша және Мәшһүр Жүсіптің қазақ шежіресі деген еңбегі бойынша міне екеуін салыстыра отырып, кеспе бір-біріменен қарама-қайшы келетін пікірлерді деректермен бізге Есбол мырза жеткізіп отыр. Құрметті оқырмандар, сіздерді Мәшһүр Жүсіп пен шәкәрімнің шығармаларын, осындай танымдық тарихи еңбектерін оқуға шақырамыз. Келесі биылғы сұрағымыз, биылғы жыл біздің республикалық жылда өтетін бір ел бір кітап акциясы бойынша биыл таңдалып алынған жазушы, философ Төлен Әбдіктің шығармалары болатын. Енді кішкене Есбол мырзаға әдеби көркем шығарма тұрғысынан да сұрақтар берсек, осы Төлен Әбдік шығармалары жалпы біздің Есбол Сембекұлының шығармашылығында бар мекен, оқылған бекен, және оқылса, ол шығармалары несімен ұнады, жалпы адам баласына, адамзат баласына қандай философиялық ойлар салуымен ерекшеленді деген сұраққа кішкене қысқаша жауап берсеңіз. Жақсы, рахмет. Бұл Төлен Әбдік ағамыздың, жазушының, мен оң қол деген және тозақ оттар жымыңдайды деген шығармаларын оқыдым. Төлен Әбдік өзі философ, қай шығармасын оқысаңыз да онда өзінде философиялық ойлар жасалып жатады. Оң қол шығармасында Алма деген 17 жасар қыздың психиатриялық больница ауруханаға түсіп, ол жерде оң қолының өзіне жау екендігін, және қалың ұйқыға кеткен кезде осы оң қолдың өзіне шабуыл жасап, өзін толқындыратынын айтады. Енді мен бұл шығармадан өзімнің түйген ойым, адам бойында жақсылық пен жамандық қатар жүреді. Жақсы қасиеттермен бірге жаман қасиеттер де болады, нәпсі де болады. Міне осыны бір Төлен Әбдік салыстырмалы түрде көрсеткісі келген сияқты. Яғни оң қолын сол жаман қасиеттер, жамандық деп адамның өзінің рухани жағынан кішкене өзінің жаңағы азықтандырып отырмаса, тіпті халықтың өзі осылайша жаңағы біздің мына тақырыбымызда ұлттық рухын жетілдіріп отырмаса, оң қол сияқты кез келген жауы, яғни кез келген жаңағы сырттан келетін жаңа миссионерлер айтудымыз, ділімізді ұмытылатын. Осы біздің түбімізге жететінін айтып отырған сияқты. Және келесі шығармасы тозақ оттар жымыңдайды. Бұл да философиялық шығарма, өте үлкен маңызды. Бұл қысқа шығарма болғанымен, бұл жерде сонау Бразилия жеріндегі Арагу тайпасы үндістердің жер бетінен жойылып кеткендігі, және соның соңғы өкілінің бұның операция столында жатып көз жұмуы бұған қатты батады, және балалық кезін еске алады. Сондағы өзінің осы Арагу тайпасындағы қалай жойылуының куәгер болғандығы, ақ адамдардың қатыгездігінен, және өзі сол Арагу тайпасын соңғы өкілі өлді деп қайғырып жатқанмен, өзінің соның соңғы өкілі екендігін байыбына жатпағандығын айтады. Міне бұны айту арқылы сол кездегі біздің мына кешегі аштық, репрессия, қуғындалу, Галаш егемен кезіндегі, жымнастой кезіндегі аштық, міне осыны бір көрсеткісі келген сияқты. Арагу тайпасы сияқты
біздің қазақ елінің де құрып кетудің алдынан аман қалғандығын айтқысы келеді. Өте жақсы. Әдебиеттен де көркем шығарма бойынша да біздің Есбол Сембекұлы Қаражаяу емес екендігін танып отырмыз. Енді мына кішкене толықтыра кетейін. Төлен Әбдіктің жаңа оң қолы шығармалары, тозақ оттар жымындай да айтылып қалды. Айтайын дегеніміз, мына оң қол негізінде Төлен Әбдіктің бір баспасөз бетіне шыққан мақаласында осы не айтпақшы болды деген идея, авторлық идеясын өзі ашып кеткенге ұқсайды. Сонда айтады, бұл болған оқиға. Осыны қыз қалай өз-өзіне қол жұмсағанын зерттей келгенде, оның түпкі бабасы, атасының басында осындай өзін-өзі өлтіру ниеті болғанға ұқсайды. Міне сол ұрпақтан ұрпаққа қуалай келе жаңағы алма қыздың бойынан шығады. Яғни мұндағы айтпақшы тағы Есбол мырзаны толықтыра кетейік, адамның санасының, ойының таза болуы. Міне осыны ұстану керектігі айтайын деген едім деген бір кездері Төлен Әбдіктің өзінің сұхбаты шыққан болатын. Енді мына Есбол Сембекұлын тыңдай берсек, әрине жақсы тарихи деректерді естіп жатырмыз, таңды таңғыр әңгімесін тыңдай беруге бармыз, бірақ уақыт шамалы таяп келе жатыр аяқталуға. Дегенмен де бір сұрақты қоймай кетпеске болмайды. Бұл мынау Мағжан айтады ғой, Мағжан ақын. Арқада бурабайға жер жетпесе, алашта кенекеме ер жетпейді дейді. Міне сол Мағжан ақын жырлағандай біздің ендігі сұрағымыз Кенесары хан жайындағы, жалпы Кенесары хан әдебиет тарихында Нысанбай жыраудың Кенесары Наурызбай деген дастаны бар, не сонымен белгілі. Одан кейін Жүсіпбек Шайхисыламұлының Наурызбай батыр деген дастаны болған. Енді беріде мынау Мұхтар Әуезовтің Мағжанның өзінің осы бойынша, осы Кенесары хан бойынша ертегі Оқжетпесінің қиясында деген поэмаларында да осы Кенесарыны негізгі кейіпкер етіп, поэма етіп жырлаған. Ал Мұхтар Әуезов болса Хан Кене деген пьесасын жазған. Міне бұл әдебиет бойынша. Енді тарих бойынша атақты тарихшы Ермұхамед Бекмағамбетовтің Қазақстан 19 ғасырдың 20-40 жылдарында деген атақты зерттеу еңбегі бар. Енді сізге сұрағымыз, осы Кенесары хан бойынша жақында президент Тоқаевтың тапсырмасымен Кенесары ханның ұстаған өзі сондай қуғын сүргінде жүріп, жорықта жүріп ұстаған, қолынан түспеген Құран кітабы бар екен. Міне жақында сол Құран кітабы табылыпты. Енді ел президентінің тапсырмасы бойынша осы реставрациядан өткеннен кейін мына өзіміздің Түркістандағы Яссауи кесенесіне қойылмақшы екен. Міне осындай қызық-қызық деректер шығып жатыр әрине. Оның үстіне тәуелсіздік алғаннан бергі бір сұрақ бар, барлық оқырмандарды қызықтыратын. Хан Кененің бір кездері Ленинград Эрмитажында тұрған басы қазір қайда екен деген сұрақ. Міне одан да басқа тың деректер болса, біз Есбол Сембекұлынан тыңдасақ. Бұл Кенесары қазақтың соңғы ханы 1837 және 47 жылдарында 10 жыл бойы Ресей империясын неде ұсталған адам. Ресей империясын өте қорыққан бұл кісінің Кенесарының көтерілісінен. Кенесары жайлы айтатын болсақ, өзіңіз айтып өткен көптеген ақын жазушылардың шығармаларына арқау болған. Соның ішінде мен мынау Кенесарының жайлы Мәшһүрдің мұңы деген Серік Елікбайдың романы бар. Осында бір үзінді келтіргім келіп отыр. Кенесары өз өлімін қалай қарсы алды. Мұхтар Әуезов Абай жолын жазғанда соңғы бөлімнен бастаған. 13 жастағы Абайдан емес, жазған кезде 42-43 жастағы Абайдың Татьянаның қырдағаны деген бөлімнен басталған. Әңгімелер жазған ғой? Әңгіме жазған. Әңгіме жазған. Татьянаның қырдағаны. Себебі
бұл бөлім Абайдың бүкіл болмысын көрсетеді. Мына жерде мен сіздерге бір мысал келтіріп отырғаным, Серік Ерікбай Машқұрдың деген романда Кенесары өлімді қалай қарсы алды деп Кенесарының жеке тұлғасын әдемі көрсеткен. Сол жерден бір өзімді келтіре кетсем, бір қырғыз жігіті қасымызға жолдан қосылды, 2-3 күн бойы үндемеді, ақы болмағасын әңгімесін бастады. Кенесарыны өлтірген қырғыздар емес, Кенесарыны өлтірген соның қасына ерген серіктерінің сатқындығы деп бастады. Кенесары өзінің ерлігінің, болмаса ақылдығының кемдігінен тұтқынға түскен жоқ. Оның қасындағы серіктерінің сатқындығынан тұтқынға түсті. Міне осылайша тұтқынға түскен Кенесарыны 2 ай бойы қырғыздар қамауда ұстады дейді. 2 ай бойы жаңағы Кенесары мен Наурызбайдың осындай бір көк бөрілердің тұқымын алып қалайық деген ниетте қырғыздың небір сұлу қыздарын қасына салды. Бұл екеуі де оларға бұзылып та қараған жоқ. 5 уақыт намазын оқып, дәретін алып, басқа бір әлемге енгендей болып, түрлері сұрланып, аста ішпей қойды. Мені біреуімізді өлтір, біреуімізді қалдыр деп те ешкімнен жалынып сұрамады. 2 айдан кейін қырғыздар Кенесары мен Наурызбайды басын шабатын алдын тойып тамақ ішеді. Және осы тамақтан жал-жая қазы-қалтада Кенесары мен Наурызбайға да береді, бірақ оған олар бұрылып та қарамайды. Өзара намаздарын оқып, өзара құшақтасып, бір-біріне жымиып қарап, бұра бір өлімге емес, басқа бір әлемге кетіп бара жатқандай өздерін ұстайды. Сөйтіп бірінші Кенесарының басын шабады. Сол кезде соған қол аяғын байлап Наурызбайды қаратып көреді. Наурызбай көзінен жас шығар ма екен, бұл бір шүміркенетін шығар, болмаса бір сағынан сынып жалынатын шығар деп ойлайды. Бірақ Наурызбай біз бақпаған күйде сұрланып қарап тұрады. Артынан Наурызбайдың басын шабады. Содан басынан бөлек кеуделерін жерлейміз деп алып кетіп бара жатқанда қырғыздардың ішінен біреу осы бір батырлардың жүрегінде түк болады дейді. Ол шын екен, рас екен, көрейікші. Ана қасында қырғыздарды қаумалап соны қостай кетіп, Кенесары мен Наурызбайдың кеудесін жауып жүрегін алып, ашып көріп, шынында да ішінде бір аттың қыл сияқты бір түптің болғандығын көреді, таң қалады. Осы кезде бір табиғатта қақар төгіп, боран соғып, жаңағы жел соғып, сондай бір табиғатта да өзгеріс болады. Содан кейін жаңағы Кенесарының кеудесін, денесін жерлеп, Кенесарының басы мен Наурызбайдың басын орысқа жаңағы жағу үшін манаттар атып берді. Мен ол кезде сол жердегі манаттың атқосшысы едім деп әңгімесін тағайындадым. Мен бұны айтқым келіп отырғаным, яғни өлім алдында тұрса Кенесары мен Наурызбайдың сондай бір өрлік қасиеттерін айтқым келіп отыр. Ал енді Кенесары көтерілісі жайлы жаңағы Ермахан Бекмахановтың 20-шы ғасырдың 20-40 жылдардағы Қазақстан деген монографиясында ол кісінің Кенесары көтерілісін ұлт-азаттық көтеріліс, яғни отарлық ездікке қарсы көтеріліс деп жазады. Міне бұл әрине ол кездегі 50-60 жылдарда кеңес үкіметіне ұнамайды. Оны қуғындайды, 25 жылға дейін соттайды. Және докторлық барлық атақтарынан айырады. Ал енді біз осы уақытқа дейін сол Кенесарыны алғаш ұлт-азаттық көтерілістің көсемі, ұлы қаһарман тұлғаны деп айтқан Ермахан Бекмаханов деп келді. Ал енді қазір Ермахан Бекмахановқа дейін де Кенесарыны
ұлы қаһарман мұқтажаттық көтерілісінің көсемі деп жазған. Мынау Қошке Кемеңгеровтің Алаш қайраткері қазақ тарихынан деген еңбегі. Бұл еңбекті Мұхтар Әуезов былай айтқан екен. Тарихтың дәл суретімен танысам деген кісі Қошкенің қазақ тарихынан еңбегін оқысын дейді, кітабын оқысын дейді. Бұл кітапта осы 18-19 ғасыр кезең алынады, және 20 ғасырдың басы қамтылады. Міне осы жерде ол Қошке Кемеңгер Кенесарыны ұлы қаһарман тұлға ретінде айтады Кенесарыны. Міне бұл бұрын бізге онша мәлім болмаған дейік, сондықтан мен бұны айтып кетуді жөн көріп отырмын. Бұл еңбек жөнінде тек қана Мұхтар Әуезов емес, басқа да алаш сериалдардың пікірлері болған, жақсы болған. Мынау кім Ахмет Байтұрсынов айтқан екен. Бізде қазір бұндай кітаптар өте аз, халық оқулық кітаптар болсын. Сондықтан бұндай кітаптарды біз таратуымыз керек деген сияқты өзінің пікірлерін айтып өтеді. Міне одан кейін де жаңа өзіңіз айтып отырған Кенесары туралы ақын жазушылардың көптеген негіз болған. Және Кенесарының тағы айтып кетейін деп отырған дері, енді сөздің аты сөз өтеді. Мына Кенесарының ұлдары Сыздықты, Тайшықты, Ахмет бәріміз білеміз, Жапарды. Одан бөлек Кенесарының қарындастары болған. Бопай және Қалипа деген қарындастары болған. Бопай бәрімізге мәлім, 600 әскерді бастаған, Кенесарының қолын бастаған, өте батыр. Мынау Ресейдің отарлық саясатын қолдаған Шыңғыс Уәлиханның шешесі Айған, Қасым төренің, Айған Шоқанның әжесі Айғанның ауылын Бопай шабады. Қатынның ауылын қатын шабысын деп Бопайды жібереді Кенесары. Өзі қызық, Абылайдың екі ұлы Уәли мен Қасым, Қасымнан тараған ұрпақ Ресей жағында болады да, Ресей империясының сөзі сөйлеп, Уәлиден тараған ұрпақ Уәлидің өзінен бастап, оның ұлдары Саржан, Есенгелді, Кенесарға Наурызбайлар бұл соған қарсы күреседі, отарлық саясатқа қарсы. Енді мынау Қалипа деген қарындасына келейік. Бұл Қалипа Кенесарының қарындасы. Кенесары өлгеннен кейін мына жерде мынау Бадам төңірегінде Мәделі Қожа деген батыр болған. Бәріміз білеміз. Мынау кесенесі Ақбұлақ ауылының артында Мүлік Молда деген мола бар. Сол жерде осы кесенесі бар. Мәделі Қожа. Сол Қалипа Кенесары қайтыс болғаннан кейін Мәделі Қожаға екі серттен күйеуге шығады. Бірінші серт қырғыздың қолынан қаза тапқан Кенесары, Ержан, Наурызбай сияқты ағаларының сүйегін алып келіп менің көзімше жерлейсің. Екінші серті бұл енді Мәделі бұған дейін алған әйелі болған, сонда мен еш уақытта тоқал деп алған. Міне осы екі серттің орындай біліп Мәделі оған уәде беріп, жаңағы Қалипа Кенесарының қарындасын жаңағы тоқалдық қалған екен. Бірде Мәделі жаңағы Қалипа деп айқайлайды, үйінде отырып ешкім дыбыс бермейді, сондықтан бұл қайда кеткен деп ашуланып, балақтағы бит басқа шықты ғой, тоқалдар деп жаңағы тоқал деген сөз айтып қалады. Сонда сырттан келе жатқан Қалипа естіп қалып, қожа сөзіңді тұрмадың деп ренжіп, сол барған бойда сыртыңға өз-өзін тастайды. Сонда жаңағы Мәделі Қожаның інісі Кенжехан жоғарыда айтып өткен боз айғыр тарту етпекші болған осы Мәделіге. Міне осы боз айғырмен жаңағы Қалипаны алып шығады суда. Ол қарулы болған Қалипа. Өте бір найзагер, мерген кісі болған сол. Сонда жаңағы Кенжехан егер Қалипаның шашынан емес, қолынан тартқанда ол өзімен бірге Кенжеханды алып кетеді дейді.
Мен осындай деректер өте қызық, тек қана Кенесары емес, оның қарындастары Үркітбай жөнінде мәліметтер ізденіп оқысаңыздар өте қызық. Жақсы, Есбол Сембекұлы, Кенесары жалпы өзі қызықтыратын тұлға, жалпы оқырмандарымызда осы Кенесары жөніндегі бүкіл шығармалары болсын, тарихи еңбектер Бекмаханов жазған. Мен соны оқуға шақырамыз. Енді уақыт мәресіне таяп қалды. Мынау оқырмандардан да, біздің тыңдармандардан сұрақ түскен екен. Соған қысқа нұсқа жауап берсеңіз. Оқып жіберейік, тоқтап оқи салайын. Алаш арыстарының қазіргі уақытқа дейін айтылмаған сырлар бар ма дейді. Бірінші сұрақ. Екінші, Абай Құнанбаевты толық танып үлгердік па дейді. Үшінші, тарихты таңдауыңызда не себеп болды? Міне осы сұрақ бойынша қысқаша ғана жауап берсеңіз. Бірінші сұрақ, алаш арыстары қазіргі уақытта айтылмаған. Бұл алаш арыстарының қазірге дейін айтылмаған сырлар өте көп. Мысалы, мен қазір кез келген көшедегі кісіге сұрақ қойсам, алаш арыстарына кімді білесің десеңіз, олған адамдар айтады, Бекмаханов, Байтұрсынов, Дулатов. Ал енді мынау жақында Сағатхана елді мекенінде алаш арыстары деген ескерткіш қойылған. Сөзде 140 алаш аяткерлер есімі жазылған. Бұл да аз, бұл өте көп бізге беймәлім. Мысалы, осы уақытқа дейін беймәлім болып келген Ғайыпбек Марсбеков, Жапон елімен арадағы қарым-қатынас жасағысы келген, Жапон елінен үлгі ала отырып, соның үлгісін алып дамысақ деген Бөкейхановтың ойы болған. Және Жапон елі арқылы алаш автономиясын әлемге танытсақ деген оймен Ғайыпбек Марсбеков Жапонның сыртқы істер министрлігіне хат жазады. Оның жаңағы жапон тіліндегі нұсқасы сақталған. Жақында осы конференцияда жапон профессорларына келіп таныстырған бар. Одан бөлек Мұстафа Шоқайдың сол Марсбековтің Жапон еліне байланысуға әрекет жасап жүрген кездегі Әзербайжан Тбилиси арқылы Парижге баруға әрекет жасау, Тбилисиде тоқтатылады. Осының барлығы байланысты оған. Бөкейхановтың бір тапсырмасы. Қараңыздар, сонда жаңағы бір жағынан Жапон елі арқылы сол кезде 1918 жылы Париж конференциясына қатысуға әрекет жасайды, танытуға алаш автономиясын, алаш өкіметін. Және сол конференцияға қатысуға Мұстафа Шоқайды жіберген деген бір пікір қолдайды. Себебі бұл Париж конференциясына Ресей ота елдерінің ішінде тек қана Польшаға ғана еңбектерге қатысуға, қалған ешбірге қатыспайды. Сонда алаш қайраткерлер осыған өздігінен қатысуға әрекет жасап, сол жерде бүкіл әлемге халықаралық деңгейде алаш өкіметінің таныстырғысы келген сияқты. Және сонымен қатар алаш арыстарының бізге беймәлім, мысалы Беахмет Сәрсен, Назипа Құлжанова, педагог, мектепке дейінгі тәрбиенің негізін қалаған. Одан кейін мынау Қошбек Кемеңгеров, мен айтып өткен жоғарыдағы, мынау Батыс Шәңгерей, Бөкеев, сол сияқты алаштың біз әлі танымайтын тұлғалар өте көп. Әр тұлғасын оқыған сайын таңғалудан жалықпайсың, әр қайсысын оқыған сайын. Мысалы, Беахмет Сәрсеннің ұлын Әлихан сияқты болсын деп, Ғалихан Сәрсен. Бұл Ғалихан Сәрсен қазақтың мынау Ұлы соғыс кезде киноның іштегіс киносын бәріміз қызықта тамашалаймыз, тыңшылар. Қазақтың тыңшы іштегісі. Осы соғыс уақытысында Голландияда астатын сондай тыңшы болған Совет үкіметінің. Сол жерде Голландияның бұрынғы королінің қызы Йока Менделеске үйленіп, содан Хират деген бала. 60 жылда Йока Менделес баласымен бірге Мәскеуге осы Ғалихан Сәрсенді іздеп келгенде, оған жолығуға үкіметтің сол кездегі саясатынан қорқып, Ғалихан
әсерін таба алмайды. Осындай бір алаш қайраткерлерінің деректері өте көп. Мына сол кездегі қазақтың оқыған зиялы қайраткерлерінің әрқайсысы өз ісінің маманы. Бірі инженер, бірі дәрігер. Егер де осы қайраткерлердің мақсат мүддесі сол кездегі тарихи жағдайларға байланысты іске аспай қалды ғой, қалмай іске асқанда еді біз қазіргі таңда қандай мемлекет болар еді деген бір сұрақ көптің көкейінде жүр, жиі айтылады әлеуметтік желілерде. Әрине, жаңа айтып өткендей бұл қайраткерлердің, алаш қайраткерлерінің әрқайсысы бір өз ісінің заңгер болсын, педагог болсын, жаңағы инженер болсын, өз ісінің нағыз мамандары. Егер сол кезеңдегі осы алаш қайраткерлерінің арман мақсаттары жолға қойылған іс-әрекеттері жүзеге асса, Қазақстан әрине қазір біз айтып жатырмыз ғой, дамыған 50 елдің қатарында, 30 елдің қатарында. Мүмкін біз мынау Түркия сияқты кезінде біздің Ататүркіміз өзі Мұстафа кім ғой, Әлихан Бөкейхан ғой. Сондай мемлекет мемлекеті алдарысын ала біледі. Сонда да бұл алаш арыстарының беймәлім сырлары, тұстары бізге әзірге таңда әлі ашылмаған тұстары өте көп. Біз бұны бағана жоғарыда айтып өттік, бұл қайраткерлердің еңбектерін өздерінің жеке тұлға ретінде танысып, халық білу керек, және осыдан рух алу керек. Өте жақсы айтасыз. Есбол Сембекұлы, 2-3-ті біріктіріп қысқаша саласыз ба, жауап бересіз ба? Абай Құнанбаевты біз толық танып үлгеру, ол енді абай танушылардың қолынан әлі келе қойған жоқ деп ойлаймын, өзінің жеке басым. Себебі абай деген бұл шексіз теңіз. Ал енді абайды, алғашқы абай танушы Мұхтар Әуезов емес, бұл Әлихан Бөкейхан. Жүлде Әлихан Бөкейхан қайдан табу мүмкін дейтін болсаңыздар, Әлихан Бөкейхан дүниеге келген Қарқаралымен Абайдың ауылы арасы, Жидебайдың арасы ұзақ емес, бір атта қонып жететін жер. Екінші, Шәкәрім мен Әлихан Бөкейханның шешелері апалы сіңлілер, екеуі бөлек өтті. Шәкәрімнің өз шешесі емес, кіші шешесі Бошантай, Әлихан Бөкейхановтың анасы Бегімнің әпкесі болды. Сондықтан екеуі бөлек өсті. Өте тығыз араласқан. Және Абайдың қолжазбасын бірінші Кәкітай арқылы қолжазбаға қолы жеткен 1905 жылы бұл Әлихан Бөкейхан. Омбыдан Семейге жолда бара жатып Ямыш бекінісінің қасында Әлихан Бөкейхан тұтқындайды. Сол кезде бұның қолында Абай жазбасы болады. Және бұл тұтқындаудың негізсіз екенін жоғарғы органдарға хабарлап, соның ішінде Абай қолжазбасын 5000 рубльге бағалайды Әлихан Бөкейхан. Өстіп алып қойды менен деп. Сонда бұл Абай қолжазбасын Семейден шығаруға рұқсат берілмей, Әлиханның сол кездегі дәрежесі, беделі Қазаннан Уфадан шығарса да болады. Бірақ Әлихан соған әдейі ерегісіп, Санкт-Петербургте шығарды. Бірінші Абай қолжазбасын. Яғни Әлихан Абайды бірінші танып отыр. Және мынау Ахмет Байтұрсыновқа Абайды, Ыбырайды, Алтынсариннің Ыбырайын жазсаң қайтеді. Алтынсариннің Ыбырай әңгімедегі сенің ағаң емес. Қазіргі сенің орныңда Алтынсарин болса, сенің істегеніңді істер еді. Ал сен Алтынсариннің Ыбырайдың кезінде болса, соның істегенін жасағанын жасауың ол хақ деп жаңа Байтұрсыновқа Ыбырай мен Абайды жазуды ұсынған да осы Әлихан Бөкейхан. Жақсы деректер. Ал енді бір жерде үшінші сұрақ бар екен, тарих таңдауымызға не себеп болды? Менің әкем Асылбекұлы Сембек
қазір біздің тарих факультетін бітірген. Мектеп директоры, тарих пәні мұғалімі, ауыл әкімі, мынау тәуелсіздік алғаннан кейін ауыл әкімі болды. Сондықтан мен тарихқа қызығуым кездейсоқ емес. Әкеміз үйде тарихи кітаптар, қазақтың сол кездегі қаламгерлерінің шығармалары қабырғасын тұтастай тұратын. Әкеміздің бір қасиеті жаңағы кітап оқыған баланы жұмсамайды. Алғашқы кезде осы ауылдың, білесіз бе, ауылда мал бағу, егіс егу сияқты ауыл жұмыстардан қашып бала кезімізде сол жаңағы салқын тамға кіріп, әкеміздің көзі жаңағы кітап оқып жатырмыз. Әкеміз жұмсамайды. Сөйтіп сол себеппен жүріп кітапқа қалай қызығып кеткенімізді білмей қалдым. Сол кезде мен 10-11 жасынан бастап осы қазақ жазушыларының шығармаларымен таныстым. Көбісін қазір қайталап оқысам есіме түседі. Одан кейін де қайталап оқып, кітапқа қызығушылығым сол кезден басталған. Және сол кітапты оқып отқанда жұмсамайды дедім ғой. Бірақ кешкі аста не оқыды деп сұрайды. Бірақ сіз өтірік айта алмайсыз, ол кітапты оқыған. Сондықтан біз тиянақты оқуға тырысатынбыз, және кешкі аста не оқығанымыз, одан қандай пікір түйгеніміз жөнінде айтып беретінбіз. Мен осылайша тарихты таңдауыма алғашқы әкелген себеп болды. Және одан кейін кейінгі кездегі жаңағы жоғарыда айтып алғашқы қайраткерлері. Тарих деген өзі құпия қойнауына енген сайын адам қызықтырады дейді. Бір ертегі сияқты жаңағы жас балаларға қарапайым тілде түсіндірсең ол ертегі сияқты. Тереңдеп кете бересіз, шек жоқ. Мен осылайша тарихтан себеп болды. Жақсы, Есбол Сембекұлы, мына Қадыр ақын айтады ғой, біздің тарих ол да бір қалың тарих. Оқулығы жұп-жұқа бірақ тағы деген екінші жолын айта салайын. Бұл енді кеңес кезеңде жазылғандықтан шын мәнінде солай болды. Шын мәнінде біздің тарих сондай бір қалың тарих. Оның қойнауына кірсең, ең қызықтың да керемет деректердің барлығы сонда деп ойлаймыз. Оның біразын бүгін Есбол Сембекұлы бізге берді. Енді Есбол Сембекұлының бір қырын айта кетейік. Facebook парақшасында Есбол Сембекұлының жақсы тарихи зерттеу мақалалары шығып тұрады. Мына оқырмандарға ескерте кетейік. Арнайы парақшасы бар, соған кірсеңіздер, Есбол Сембекұлының біраз тарихи мақалаларын оқисаңыздар болады. Енді айта кетсек, мына Қызмет деген республикалық газет бар. Міне соның осы биылғы жылдың тамыз айының номері 30-шы номерінде Есбол Сембекұлының екі мемлекеттің ханы Нұрсұлтан деген жақсы бір мақаласы шыққан екен. Соны оқырманға кішкене реклама жасап қойайық. Мына осы Қызмет газетінде де Есбол Сембекұлының мақалалары тарихи сана деген айдарменен тұрақты түрде беріліп тұратындығын хабарландыра кетейік. Жақсы, мен қазақпын деп мақтанамын, ұранға алаш деген атталамын, сүйгенім қазақ өмірі, өзім қазақ, мен неге қазақтықтан сақтанамын деп Сұлтанмахмұт ақын айтпақшы. Міне бүгінгі ұлттық рух, тарих таным атты біздің Есбол Сембекұлымен болған сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Есбол мырза, мына келгеніңізге, уақыт бөліп бізге келгеніңізге көптен көп рахмет айтамыз. Сізге шығармашылық жаңа ізденістер, мынау өзіңіз ұстаз екенсіз, шәкірттеріңізге мына ұлттық рухты сіңдіріп, біздің қазақтың тарихы мен ұлттық құндылықтарынан білім беріп, ұлттық рухты асқақтата беруіңізге біздер тілекшіміз. Сізді әрдайым осы кітапхана төрінен күтеміз. Сізге көптен көп рахметімізді айта отырып, Мұстафа Шоқайдың ұлттық рухсыз ұлт тәуелсіздігі болмайды деген түйінмен біз сұхбатымызды аяқтаймыз. Қош сау болыңыздар.